Менің ойымша, біздің қазақ блогерлерінің интернеттегі орны айтарлықтай. Оған сол бір 2011-2010 жылдардағы жалпы блогерлердің WordPress-те шоғырлануынан бастау алды десек те болады. Асхат Еркінбай деген блогер жігіттің айтуы бойынша, сол кездің өзінде WordPress-те, яғни жалпы сол өмір сүрген уақытында WordPress платформасы 500-ге жуық қазақ блогшылар тіркелген екен. Соның ішіндегі белсенді топ өзі бір үйір болып бөлініп шығып, жыл сайын блог құрылтайлар өткізіп, өздері соған ұйытқы болып, оның өздерімен бірге қазақ журналистерінде ерте жүріп, осы интернет кеңістігіне, интернеттің қазақ секторына үлкен бір дүмпу алып келді десе де болады. Менің ойымша, осы үрдіс ары қарай жалғасын таба бермек. Соның бір айқын көрінісі Аршат Оразов деген блогер, ол өзі үнемі әңгіме қылып, мәселе қылып көтеріп жүрген блогерліктен колумнистикке өту үрдісін қазір өзі қолға алып, осы жақында ғана Мұнара Кезет деген сайт ашты. Соның ішінде осы блогерлерді біртіндеп колумнистикке тартып жатыр. Сондай-ақ көптеген блогерлеріміз телеарналарға жұмысқа орналасты, газет журналдарға, сондай-ақ әлеуметтік желіде бақ құралдарын тарату мәселелеріне көптеп араласып жатыр. Осының өзі бұл қазақ блогерлерінің жалпы интернетте айтарлықтай өзінің орны барын, сондай-ақ салмақты орны барын көрсетеді. Біздің қазақ жігіттер, қазақтың жастары енді көрініп келе жатыр. Жалпы осы нарықта біздің еліміздегі бақ көздерінде деп айтамыз ба, жалпы насихатталу жолында. Осы жаңа ғана сізге келердің алдында интерактив деген бір IT компанияның өнімімен танысып келдім. Олар жалпы оқушыға немесе сәбиге әріп таныту, сөйлем құрастырып оқу, сондай-ақ қазақ тілін меңгеру үшін бір арнайы бір құрылғысы бар екен, басқа кигізіп қояды. Соған айталық бір қазақ тілін жеткілікті деңгейде сөйлесіп үйрену үшін 3000 сөз қажет болса, сол 3000 сөзді миға жіберу арқылы бір сондай бір инновациялық жол тапқан екен. Яғни таза қазақша. Ол кісілердің барлық өнімдері қазақша. Бір кабинет ішіндегі көрнекі құралдарды бір арнайы интерактивті тақтаға орналастырып қойған. Бұрын мысалы біз әр кабинетке кіргенде мысалы сүйектің қаңқасы немесе басқа бір көрнекі құралда тұратын еді. Соның барлығы интерактивті тақтаға орналастырып қолға ұстайтындай қылып жасаған. Яғни енді шығып жатыр, олардың көпшілігі насихатталмай жатыр. Сондықтан бірен-саран деп айтуға болады, бірақ болашағынан үміт күтерлік. IT Тірлік журналы өздеріңіз естіп көріп жүргендеріңізде, бұл енді жалпы еліміздегі, сондай-ақ әлемдегі IT жаңалықтарды халыққа жеткізумен айналысады деген мақсатпен ашылған болатын. Дәл жаңағы алдыңыздағы сіздің сұрағыңызға жауап бергенде, бізде көптеген дүниелер жасалып жатыр жалпы IT саласында. Соның ішінде қазақ жігіттері де біраз дүниелермен араласып жатыр, бірақ халыққа жетпей жатыр. Себебі біздің қазақ баспасөзі IT саланы көп түсіне бермейді деген ойдамын өзім. Ал орыс баспасөзі қазақ IT жобаларында қандай жаңалықтар болып жатқаны бейжай қарайды деген ойдамын. Өзім жеке пікірім. Сондықтан осы жерден құрбаны сол ақпараттың халыққа жетпей қалғаны болып табылады. Соның әсерінен не болып, не қойып жатқанын көп халық білмейді. Осы олқылық орын толтыру мақсатында сондай-ақ көптеген қазақ жігіттері бар. Мысалы, әлемдік компанияларда жұмыс жасап жатқан, солардың сұхбат алу, солардың білімін жалпы қазақ жастарына жеткізу мақсатында ашылған болатын. Дәл қазіргі таңда енді осы уақытқа дейін 2 нұсқасын шығарып үлгердік, енді 3-ші нұсқасына дайындалып жатырмыз. Ал болашағына келетін болсақ, енді сол iPad-қа арналған нұсқасын шығарамыз ба деген қазір дайындық үстіндеміз. Негізі өте қарқынды дамуда, себебі бұл жалпы әлемдік процесс, тек қана қазақстандық емес. Біз енді шекарамыз еркін, барлық әлемдік процестерге қатысып отқан ел ретінде бізде сол көшке ілесеміз. Қалайық, қаламайық.
Сондықтан мысалы статистикаға сүйенетін болсақ, 2013 жылы IT жаңағы нарығы дамыған елдердің ішінде біз 68-ші орынға тұрақтаған екенбіз. Бұл енді жылдан жылға өсіп келе жатыр деген мағынаны білдіреді. Бірақ сол біздің елімізде жүрген, енді бұл жерде бір ұлтқа бөлмей қояйық, жалпы қазақстандық IT компаниялардың ойынша бізде мемлекеттік деңгейде біраз шектеулер бар екен. Айталық, бізде Алматы маңайында Алатау деген IT парк орналасқан. Яғни компаниялар сол жерге келіп тіркеліп, сол жерде жұмыс атқарса, бір экономикалық, әлеуметтік аймақ. Сол жерге IT компания келіп тіркелсе, бір жеңілдіктер алады, бір салықтан жеңілдіктер алады, немесе тіпті салық төлемейді десе де. Дәл қазір тарифін білмедім, бірақ сондай. Ал Белоруссияда ондай парктың құқы бүткіл ел аумағына жүреді екен. Яғни, мысалы, мен қазір IT бір жобаны қолға алып, сол компанияны тіркеу үшін тек Алатау аймағында жұмыс жасауым керек болса, Белоруссияда бүткіл республика аймағында. Сондай-ақ осында бір Қазақстан софтверлік компаниялар қауымдастығы деген бар. Сол қауымдастықтың президентінің айтуы бойынша, жалпы біздің елімізде көптеген мемлекеттік тапсырыстар белоруссиялық және ресейлік компаниялардың қолына беріліп кетеді екен. Соны шектеуді бұл ақпараттық қауіпсіздік жағынан да болмайтын мәселе. Сондай-ақ жалпы еліміздегі IT саланың дамуына да тежегіш болатын мәселе деген бір өзінің ойын айтып, сондай дабыл қағып жатыр. Яғни бұл да бір өзіндік көрсеткіш болса керек. Зерде холдингінің мәліметіне сүйенсек, осы 2013 жылғы мәліметіне сүйенсек, алғашқы орында IT қызметтер, екінші орында бағдарламалық топтамалар, софтвер деп айтады, үшіншісінде құрылғылар, яғни компьютерлік құрылғылар. Сондықтан, яғни IT қызметтер бірінші орында тұрса, оған ең бірінші кезекте дәл қазір клауд технология деген бар, яғни бұлттық технология. Сол өте жоғары қарқынмен үрдіске еніп келе жатыр. Айталық, Қазақтелеком компаниясы Microsoft Exchange және SharePoint деген өнімдерді ұсынуда халыққа. Сондай-ақ Documents.kz деген жаңа бір өнім пайда болды. Бұл саусақпен санарлық, бірақ бұның өзі жалпы біздің елімізде онлайн жобалар трендке, яғни үрдіске еніп келе жатқанын көрсетеді. Содан кейін барып софт дейді, яғни бағдарламалық қамтамасыз етулер, сосын барып құрылғылар. Болашақ өте жарқын, әсіресе қазақ жастары үшін. Себебі, мысалы айталық, орыс тілінде бір мықты маман болу үшін, ол IT маманы кем дегенде Қазақстанның ішіндегі өзге мамандармен бірге иық тіресу керек. Содан кейін барып ресейлік мамандармен иық тіресу керек. Себебі біз қазір кедендік одаққа кіріп жатырмыз. Сосын Украина немесе Беларусь деген сияқты нарықтарда да сол орыс тіліндегі IT мамандар бар. Ағылшын тілінде сірә өзіңіз білесіз, бүкіл әлемдік тіл болғандықтан, ол салада да жұртпен иық тіреспек түгілі, мысалы оған жетудің өзі неғайбыл. Қазақ тілі бұл әлі тың нәрсе. Тек қана IT саласында емес, барлық салада қазақ тілді жобалар қолға алынса, ол өзінің деңгейіне жетеді деген ойдамын. Сондықтан қазақ жастары үшін дәл қазіргі таңда IT бұл әлі білмедім, бір ашылмаған материк деп айтуға болады. Соны тезірек қолға алып, тезірек халыққа қызмет ету үшін жұмыстануға жетсе сияқты.